Так, балалар, енді келесі үшінші тапсырма математикадан мен тез сіздерге тапсырма таратамын. Мына тапсырмада 3 сұрақ, 5 ұпай жалпы беріледі. 3 минут беріледі, тездетілер. Маркермен мұндай жазасыздар, сосын білесіздер. Тез есептейді. Тез бала. Тездетіп болды ма? Так, балалар, кім болды? Сразу маған айта қоясыңдар. Біріншісі кім болды? Мен. Қане айта қой? Тігін фабрикасы ертіс футбол клубына жеде дүниеге тапсырыс қабылды. Фабрикада шықты. Онан 4 метр мата бар. Оның 26,5 матасын жеті жеде дүбіге жұмсалған. Бірінші жедеге қанша метр мата жұмсалды? Бірінші жедеге 0,123 метр мата жұмсалды. Жақсы. Екінші. Айта қойыңдар. Бірінші жейдеге қанша метр мата жұмсалды? Бір жейдеге Екінші сұрақты айта қой. Біреуді біз жаңын сабалы. Екінші сұрақ. 47 жейде тігуге неше метр мата қажет? 47 жейде тігу үшін 24,191 метр мата қажет. Жақсы. Мына жақта тез. Үшінші сұраққа жауап. Үшінші сұраққа жауап айта қойыңдар. Тәне, жауап бер. Қалды. Жеткілікті ме жоқ па? Жоқ, иә? Жеткілікті ме? Кім айтады? Жеткілікті ме жоқ па? Жоқ, жеткілікті емес. Неге? Өйткені? Бізге жетпейді оннан 9 бөлігі. Жақсы, іліп қойыңдар тапсырмаларды. Жақсы, ұпайларды қоя қойыңдар спикерлер. Оқитпендер, мына жаққа келдер. Не берді, мына жаққа. Келесі бала, өздеріңді тексеріңдер. Мында қазір математикадан қазақ тілі мақал-мәтелге шығамыз. 5 тапсырма, деңгейлік тапсырмалар. Бірінші бөлу кім келеді? Келе ғой. Қарап алды. Жай бас қалды. Саңға қарас. Қандай сөз шықты? Кісі. Келесі. Екінші келе ғой. Тез. Ана жерге алып. Бөлгенде, жоқ. Құрық санның өзін басасың балдар. Санды бас. Молодец. Жоқ. Қандай сөз шықты? Таныма. Жақсы. Келесі келе ғой. Айсу келе ғой. Дайын тұрдар. Үшіншіге кімді? Теңдеуі кім дайын тұрады? Кел, саңға. Сөз есепті кім дайын тұрады? Так. О, молодец. Отыра ғой. Келесіз. Сөз есеп. Кім келеді? Кел ғой. Қалай мақал шықты? Кім келеді? Молодец. Ал, қандай сөз шықты? Қара, иә? Қалай мақал шықты? Кісі танымақ болсаң, үстіне қара. Жақсы. Жақсы бала. Бізді есеп шығару арқылы кісі танымақ болсаң, ішіне қара деген